барлық сериалдары прям қазақша сөйлеймін біз Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін өз тіліңді білу, өз тіліңде таза сөйлеу, қазақ тілінде қазақша тап-таза сөйлеу ол керекпіз ғой негізі, керекпіз. Әрқайсымызға керек нәрсе ол. Қазақша кітаптар оқимын тоже. Ой. Бұл қазақша такси бағдарламасы. 18 жасқа толғандар көріп, ата-анасына да көрсетуді ұсынамыз. Жолаушыға 100 мыңға сертификат беріледі. Әңгіме барысында әр өзге тілдегі немесе паразит сөздер үшін сертификаттан -5 мың. Қатысушыны шатастыру мақсатында жүргізуші еркін сөйлей алады. Әлемде балама жоқ бұл қазақша такси жобасы. Бүгінгі біздің қонақтарымыз кім болар екен? Сіздерге қызық па? Маған да қызық болып отыр. Кеттік ендеше, let's go! Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Ғалымға, қалайсыз? Жақсы, қош келдіңіз. Бұл қазақша такси бағдарламасы. Қазір мен сізге дұрыстап түсіндірем. Такси, не такси соқыр дегенсіз? Енді қарындасым бала-шаға асырау оңай ма Астанада? Ал қош келдіңіз. Бұл қазақша такси бағдарламасы. Қош көрдік. Есіміңіз кім? Мен Кира болады. Кира? Негізі шын атым Айгерім. Айгерім? Аха. Неге Кира? Кира деп айтады. Қанша болды? Бәрі Кира деп айтады. Даже мектеп кезден, иә? Мектеп кезден Кирасың, иә? Мектеп кезден Кира деп айтады. Ол бір неге байланысты ма? Бір мысалға бір лақабаттар болады ғой бір. Мүмкін бір жаңағы бір кәріс деп ойлап қалып біреу Кира деген шығар, иә? Солай ма? Немесе қалай? Қалай Кира? Негізі, иә, мен андай бәрі кореянка дегендермен шатастырады. Кореянка деген бірақ қазақтың қарапайым қызы Айгерімсің, иә? Қарапайым қазақтың қызымын. Тамаша. Айгерім, қош келдің. Енді қазір сізбен әңгіме қызық болу үшін бізде тақырыптың түрлері бар. Осының бірін таңдап алыңыз да, оқыңыз. Сосын сол туралы әңгіме айтып барамыз. Егер өмірің кино болса. Егер өмірің кино болса, қандай керемет. Тамаша. Енді біздің ойынымыз басталды. Тек таза қазақша сөйлейміз. Егер сіздің өміріңіз кино мүмкін, Кира, айтыңызшы. Мысалға. Менің өмірім кино болса? Қандай кинолар? Мысалы, комедия ма, ол драма ма, мелодрама ма? Деген сияқты ғой енді бір. Комедия болатын шығар. Комедия болатын сияқты. Өзің сондай көңілді, позитивті, жақсы көретін қызсыз, иә? Аха. Жақсы. Примерно қандай комедия болуы мүмкін? Мысалы, комедиян несі көп қой енді бір? Комедиян түрлерін білмейді екен, бірақ қызық болады. Бірақ қызық болады. Өзіңіздің сүйікті комедияларыңызды атап өтсеңіз болады осы жерде? Қандай комедияларды сүйіп қарайсыз? Мысалы, қай актер түскен, немесе қай режиссер түсірген болады ғой. Біздің қазір біздің қазақ киносы дамып келе жатқанын жақсы білесіз. Көпшілігі комедия түсіріп жатыр. Өйткені сіз секілді көрермен бәріміз комедияны жақсы көреміз. Бір мынау күйбең тіршілікте, бір шаршағанда, бір нормаль демалып қайтайықшы деп бір киноға барып, билет алып, попкорнымызды алып, күліп, рахаттанып, үйге жақсы настроениемен келіп ұйықтаймыз. Мен негіз комедия көп көрмеймін. Сәлемнің кинолары бар ғой, фильмдері. Көбінесе сол Сәлем сериалдарын көрем. Бірақ андай не да? Қазақша сөйлеймін қазір. Өте көңіл күйді көбінесе түсіретіндей, андай бір не болады ғой? Ауыр киноларды көре алмайсыз ба? Не, жоқ, сондай ауыр кинолар болады ғой. Негізі Сәлемнің нелері, кинолары
Иә. өте қызық тақырыпта маған қозғайды. барлық сериалдары прям Прям. кеш 5000 жеңіліп қалдыңыз. Аха. Жақсы. Прям деген сөзіңіз үшін Сәлемнің сериалдары сізге қатты ұнайды. өте қатты ұнайды, иә. Ол жерде комедия болсын, болмасын, Иә. жаңағы детектив болсын, иә, мысалы 532-ні айтып отырсыз, мысалы примерно. Сол сияқты жанрлар ұнайды сізге. Иә, қатты ұнайды. Жақсы. Енді Әйгерім, егер қарсы болмасаңыз, қай жақтың қыз екенін Астананың кісі бәлде? Жоқ, мен Тараздың қызымын. Тараздың қызысыз, Иә, иә? Таразда тұрамын. Тараздың қыздары, ол қазақшадан біз қиналмайды деп ойлаймын енді. Қиналаймыз. Немен айналысасыз? Жалпы мамандығыңыз қандай? Немесе студентсіз ба? Студентпін. Астанаға оқу бойынша келдім университетке. Қай жерде оқисыз? Тұран Астана университетінде оқып жатырмын. Қандай мамандықта? Режиссура. Режиссура Деген мамандықтың аты сондай. Режиссерлық біз ба? Жоқ, кәдімгі неде режиссура деп жазылып тұрады. Жарайды, бір кешіріммен қарауға болады. Андай. Жақсы. Ол режиссура оқытсаңыз, онда сіз кинолардың жанрларын, кино сериалдарды қаттырақ көру керек боласыз сонда? Көбірек көру керек боласыз. Бірақ әлі нелерді, киноның жанрларын былай үйреніп жатқан жоқпын. Барынша пока... Ой! Пока! Қазір... Қалай айтады? Кәдімгідей айтады қазақша. Айта бер. Сонымен? Қазір? Практикалық түрде деп. Ол қазақша емес па не? Практикалық қазақша емес, тәжірибе. Тәжірибе бойынша жүріп жатыр бәрі негізі. Тәжірибе бойынша оқып жатырмыз. Өйткені краткометражка, қысқа мен... Сізде уже он жоқ. Жақсы, иә. Қысқа метражды фильмдер түсіріп жатырсыздар. Иә? Иә. Жақсы. Жалпы енді қазіргі өзіңіздің осы біз көріп жүрген қазақ фильмдеріне көңіліңіз тола ма? Немесе сіз сол үшін оқып, бір жаңалыққа келу үшін оқып жатырсыз ба? Менің көңілім толады, әрине. Мен осы қазақ фильм шынына келгенде шынымен де өте қатты жақсы көремін. Бағана Сәлем деп айттым ғой. Сол Сәлемнің киноларын, сериалдарын көргеннен кейін ішімде андай болды да. Мен де бұдан да керемет. Ол сериалдар, прям көп сериалдар тағы, прям. Прям и направо. Прям налево. 75 қалды, айта беріңіз. Ештеңе етпейді. Қазақша сериалдар... Қазір, например, қазақша сөйлеп жатырмыз ғой? Например, Мысалы, қазір қазақша сөйлеп жатырмыз ғой? Сол Сәлемнің фильмдері де, сериалдары да қазақша киноларды көруге үлкен септігін тиетіндей сериалдар, өте керемет сериалдар. Сол себептен мен сол сериалдарды көріп, болашақта енді режиссер боламын ғой. Болашақта режиссер болған кезде сол Сәлемнен шабыттанып, тағда көп деген сериалдар, кинолар түсіремін деген үміттемін. Тамаша, Әйгерім. Сәттілік тілейміз, тек қана. Қазір негізі қайда бара жатсыз? Білуімше, сіз Аружан сауда орталығына қарай бара жатсыз. Ол жерде қандай мақсатпен бара жатсыз деген ғой? Ертең мен Таразға оралайын деп жатырмын. Сол базарлық алуға баратсыз, иә? Подарка анау, продукты. Жақсы. Әңгімеміз әдемі өрбіп жатқан сияқты. Тағы да бір-екі тақырып таңдайық. Сенің мамандығыңа сай сондай бір күшті әдемі тақырып болған сияқты. Тағы бір тақырып таңдайық. Айта беріңіз. Сүйікті кітабыңыз жайлы дейді. Тамаша. Режиссер болсаңыз, онда
бұл тақырып сізге алыс емес сияқты, иә? Сүйікті кітабыңыз қандай? Қазақша немесе орысша қай тілде оқыған ұнайды сізге шығармалар? Негізі орысша кітаптар оқыған ыңғайлы маған. Иә? Сондықтан да қиналып отырсың ба қазір? Жоқ, одан емес. Қазақша кітаптар оқимын тоже. Ой. Тоже оқисыз, иә? Қазақша кітаптарда оқимын, бірақ кейбір сөздер мен үшін түсініксіздеу болып жатады. Өте тым қазақша, бұрынғы қазақи сөздер, көнерген сөздерді байыбына бара алмай жатасыз, иә? Түсінбей Сол қаламын. үшін сізге орысша аудармасын оқыған ыңғайлырақ ба? Бірақ қазақша кітаптар оқуға ынталанып жүрмін. Жақсы. Орысша кітаптарымның түгелдей деп айтсам да болады, қазақшаға ауыстырып. Жақсы. Орындарын ауыстырсам ба, менің немнің сөйлемді уже ауыстыру керек қой саған. Орысша сөйлемейміз. Мен маған сөйлей беруге болады енді. Мен сізді шатастыру үшін осылай әдейі сөйлеймін. Тағы да қандай кітаптарыңыз бар? Аттарын атап өтсеңіз болады енді, өзіңіздің сүйікті кітаптарыңызды. Қай кітапты жақында оқып бітірдіңіз? Сол туралы қысқа айтсақ болады. Мен қазір Дэн Браунның Код да Винчи деген кітабын оқып жатырмын. Өте қиын кітап. Мен алдыңғы жылы оқыдым, бірақ мүлдем түсінген жоқпын. Сол себептен байыбына андай жете алмағандықтан кейін мен сол кітапты қайттан оқимын деп шешіп қайтып оқып жатырмын. Былай негізі кітап оқуға деп Алхимик деген кітап бар етін. Ең бірінші оқыған кітабым. Ол жерде қалай айтсам болады? Қазақша айтсаң болады. Ол Алхимик деген кітапта өте қызық болды. Біріншіден приключение. Приключение. Приключениенің қазақшасы шытырман. Приключение шытырман қазақшасы. Шытырман. Иә. Шытырман оқиға. Ол жерде бір жасөспірім баланың Египетке пирамидаларға сундук іздеп аттануына. Египет деген Мысыр. Мысыр еліне пирамида қала беретін шығар енді. Пирамидаларға. Пирамиданың қазақшасы жоқ, иә. Сол пирамидаларға барады. Сол жерде ең соңында түпкі мақсаты бізге вообще оқырмандарға жеткізгісі келген түпкі мақсаты өз үйіңнен басқа, өз туған жеріңнен басқа артық жер жоқ деген негізгі түпкі мақсат. Туған жерге туың тік деген сияқты, иә? Біздің қазақтың мақалдары бар ғой, иә. Бірақ оқыған кезде мағынасы, мақсаты мүлдем басқа деп ойлап қалуы мүмкін адамдар, оқырмандар. Бірақ сол кітаптан шабыт алып, мен көп кітап оқуыма сол кітап маған әсер етті. Өте тамаша. Әйгерім, сіз 10 рет қателесіп, 50 мың айырылып отырсыз. Өкінішке орай. Біз сіздің айтқан жеріңізге келіп тұрмыз. Бізде бірақ тағы бір шанс бар. Ол қандай шанс? Ол мүмкіндік жаңылтпаштар. Кәдімгі қазақтың жаңылтпаштары кезінде мектепте, әдебиет сабағында, немесе бастауышта оқыған танымал жаңылтпаштар. Енді осының бірін таңдап алыңыз да. Айқайлап болсын, сізге қалай жаттаған тез, оңай. Мысалға, біреулер айқайлап жаттаған ұнайды. Біреулерге үндемей ішінен жаттаған ұнайды. Біреулер бұлай жаттайды бейті қолмен жазып. Солай сізге 3 мүмкіндік береміз. 3 рет айқайлап жаттап алыңыз. Сосын мен қағазда алып қоям, соны 1 рет тексерем, 1 дубль тек. Айша қанша алса, қайша сонша алса екен.
Айша қанша алша алса, қайша сынша алша алса екен. Үшінші рет па? Үшінші рет бір қайталап ал, өзің үшін контрольный. Айша қанша алша алса, қайша сынша алша алса екен. Дайынбыз ба? Кеттік ал. Дайын болсақ, тексерейік. 1, 2, 3. Айша қанша алша алса, қайша сынша алша алса екен. Дұрыс! Керемет, мен айта алмайды шығар деп ойладым сені. Бірақ тамаша. Айша қанша алша алса, қайша сонша алша алса екен. Өте тамаша. Енді Әйгерім, сенің осындай бір зеректігіңді, қанша қиын болса да, қазір енді жалпы енді режиссура мамандығы өзі бір орыс тілде өтетін, орыс тілде білім алуды талап ететін сондай мамандық қой. Қазір енді жалпы негізі өзіңнің ортаң орысша ма? Мұнда жүрген орталарың орысша ма? Достарыңмен сөйлескенде? Астанадағы ортам орысша. Бірақ мен Тараздағы ортам қазақтар етін көбісі. Иә, сол енді соның әсері ғой, көрдіңіз ба? Сондықтан біз әрқайсымыз өз ортамызды осылай өзгертуге себепші болсақ, қазақ тіліміздің мәртебесі осылай көтеріле бермей ме? Керемет. Енді біздің бағдарламамызға қорытынды өзіңіздің ой пікіріңізді және де өзіңіздің достарыңызға, қазақ тілі апайыңызға сәлем жолдап қойсаңыз болады. Сіздердің осы жобаларыңыз, осы бағдарламаларыңыз өте керемет деп ойлаймын. Өйткені біз Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін өз тіліңді білу, өз тіліңде таза сөйлеу, қазақ тілінде қазақша тап-таза сөйлеу ол керекпіз ғой негізі, керекпіз. Әрқайсымызға керек нәрсе болғаннан кейін. Өте керемет жоба. Алда сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Алда тағы да мүмкін келе ме? Өте қатты. Рахмет сізге де. Қазақша такси деген қосымша болса, иә? Сондай қосымша болса күшті болады. Үйде жатып алып, барғың келген жерге шақырып. Ол кезде үйден дайындалып шығасың ғой, қазақша, орысша қоспай, қазақша. Тамаша, рахмет Әйгерім. Сіз Аружан сауда орталығына келіп тұрсыз. Жолыңыз болсын. Таразға сәлем айтыңыз, елге сәлем айтыңыз. Рахмет. Жолыңыз болсын. Аман болыңыз. Көп рахмет. Мен мамаға айтатын болдым ғой. Ғалымағамды көрдім. Жақсы, Әйгерім, жолың болсын. Сәлем айт елге. Сізге де. Ал достар, біз әрі қарай таксовкамызды жалғастырамыз. Келесі қонағымыз кім болар екен?